Сәлем құрметті достар, сіздермен Әсемнұр. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы еліктеу сөздер. Еліктеу сөздер айналадағы, табиғаттағы түрлі дыбыстарға, құбылыстарға, қимыл әрекеттерге және солардың бейнелеріне еліктеуден туған сөздер. Мысалы, жалт-жұлт етеді, сарт ете түсті, арбаң-арбаң етіп, күмің-күмің етті, шың-шың кетті. Еліктеу сөздер мағынасы жағынан екіге бөлінеді. Еліктеуіштер, бейнелеуіштер. Еліктеуіш сөздер табиғаттағы, төңіректегі түрлі дыбыстарға еліктеу арқылы жасалған сөздер. Еліктеуіш сөздер көбінесе ет көмекші етістігі тіркесіп жұмсалады. Мысалы, сарт-сұрт ете қалды, гүрс ете түсті, жымың-жымың етеді, жарқ-жұрқ ете қалды. Тағы да басқа. Бейнелеуіш сөздер. Бейнелеуіш сөздер табиғаттағы заттардың әр алуан күйін көру арқылы сипаттау, бейнелеу нәтижесінде жасалған сөздер. Мысалы, жалт қарады, маң-маң басады, желп-желп етеді, жарқ-жарқ етті. Еліктеу сөздер құрамына қарай негізгі еліктеу, туынды еліктеу, күрделі еліктеу болып бөлінеді. Негізгі еліктеу сөздерге түбір сөздер жатады. Дүңк, тарс, дік, жалт, тағы да басқа. Туынды еліктеу сөздер аң, ең, ың, ың жұрнақтары арқылы жасалады. Балпаң, елпең, жылтың, кілтің, жайнаң, қиқаң, тағы да басқа. Күрделі еліктеу сөздер қайталану арқылы жасалады. Бүрсең, дүр-дүр, гүрс-гүрс, жалп-жалп, тағы да басқа. Қосарлану арқылы жасалған кезде арбаң, ербең, адыраң, едірең, шап-шұп арқылы жасалады. Еліктеу сөздерден жұрнақ арқылы басқа сөз таптары жасалады. Бірінші, еліктеу сөздерден зат есім жасайтын жұрнақтар. Ыл, ыллы, тарсыл, сартыл, дүрсіл, тағы да басқа. Ақ, ек, бұлтақ, бүлкек, тағы да басқа. Ғыр, гір, даңғыр, дүңгір, тағы да басқа. Еліктеу сөзден етістік жасайтын жұрнақтар. Ыра, іре, салбыра, үлбіре, тағы да басқа. Ла, ле, дабырла, күбірле, тағы да басқа. Да, де, қоқаңда, ербеңде, тағы да басқа. Атқаратын қызметі баяндауыш. Еліктеу сөздер көмекші етістікпен тіркескенде күрделі баяндауыш қызметін атқарады. Мысалы, аспанда самсаған жұлдыздар дір-дір етеді. Кенет артына жалт қарады. Дір-дір етеді, жалт қарады. Қайтты, баяндауыш. Атқаратын қызметі толықтауыш. Еліктеу сөздер түрленіп келіп, басқа сөйлем мүшелерінің де қызметін атқарады. Жарқ-жұрқтан көзің талып, даң-дұңнан құлақ тұнады. Жарқ-жұрқтан, даң-дұңнан, неден, толықтауыш. Атқаратын қызметі анықтауыш, пысықтауыш. Тарс-тұрс еткен дыбысқа барлығы елеңде қалды. Тарс-тұрс еткен, қандай, анықтауыш. Жүгірген бойы өзенге күмп беріп қойып кетті. Сәби томп-томп жүгіріп жүр. Томп-томп күмп беріп қалай, пысықтауыштың қызметін атқарады. Жазылуы. Қосарланудан және қайталанудан жасалған еліктеу сөздер дефис арқылы жазылады. Мысалы, қарш-қарш, сарт-сарт, опыр-топыр, делең-делең, бүрсең-бүрсең, қалт-құлт, қорбаң-қорбаң, тағы да басқа. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Сіздермен болған Әсемнұр.